жоғары қан қысымын, давлениені дәрісіз емдеу жолдары. Ебін тапса, ем қонады дейді халқымыз. Егерде жоғары қан қысымын, давлениенің дәрісіз емдеудің жолдарын білгіңіз келсе, міндетті түрде осы видеоны аяғына дейін көріңіз. Ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз. Осылай жасау арқылы біріншіден қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосасыз. Екіншіден ана тіліміз қазақ тілінің дамуына азғантай да болса септігіңізді тигізесіз. Жақын жуық дос-жарандарыңызбен бөлісіп, қоңыраушамды басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін. Дене салмағын тежеу әдісі. Қан қысымы жоғары немесе қалыпты семіз адамдардың дене салмағы жеңілдесе, қан қысымы да төмендейді. Сонымен бірге қанның сыйымдылығы мен жүректің қан ағысыру мөлшері де азайып, жүрек ритмі баяулайды. Қан плазмасындағы несеп қысқылы, холестерин және қандағы қан төмендеп, жүректің жүгі жеңілдейді. Арықтау жоғары қан қысымынан сақтану мен емдеуде шынайы көмек береді. Тұз мөлшерін тежеу. 20 ғасырдың 40 жылдарында тұзды тежеу жоғары қан қысымды емдеудің бірден бір шарасы ретінде айтарлықтай көмек берген еді. Кейін қан қысымын төмендететін дәрілер табылып, бұл жағына немқұрайлы қаралды. Қазіргі кезеңде бұл әдіске қайта мән бере бастады. Мамандар күніне тұздың мөлшерін 5 граммнан асырмауды, сонымен бірге тұздалған балық, тұздалған көкөніс сияқтыларды аз тұтынуды ортаға қойып отыр. Қорытып айтқанда, тұзы аз азық-түлік тұтынған жөн екен. Дене шынықтыру әдісі. Дәрі қанша болғанымен шынығудың денсаулыққа болған пайдасынан артық бола алмайды. Былайша айтқанда, дәрі қанша ден жақсы болғанмен шынығудан артық пайда бере алмайды екенді. Шыныққанда ағза сергек, көңіл-күй көтеріңкі, сымбатты, сұлу, қан қысымы тұрақты болады. Мұнан сырт майлы тамақты азайту, магнитпен емдеу, басқа ине қою, музыкамен емдеу, тағы басқалай сырттай емдеу әдістері де бар. Жоғары қан қысымды азық түлікпен емдеу. Ауру астан деген сөз бекер айтылмаса керек. Дәрілік қасиеті бар тағамдарды таңдап, оны үйлесімді жолмен пісіріліп, дәрілік тамақ дайындап емделу азық түлікпен емделу делінеді. Оның шаймен емдеу, ботқамен емдеу, жануарлардың ішкі органдарымен емдеу сияқты түрлері бар. Жапония ғалымдарының айтуынша, құрамында калий тапшы азық түліктер ерлердің жиырылу қысымы мен кеңею қысымын жоғарылатады екен. Сондықтан құрамында калий көп, натрий аз, яғни тұзы жоқ азық түлікті тұтынып, қан қысымын төмендетуге болады. Мысалы, балдыркөк, қыстық саңырауқұлақ, көкасқабақ, жер жаңғағы, пияз, ащы қияр, у сарымсақ, теңіз балдыры, бал, алма сияқтылардың бәрі де калийге бай, натрий кемшіл тағамдарға жатады. Бұдан тыс, теңіз капустасы, рак, теңіз мүгі сияқты құрамында йод, біршама мол теңіз өнімдері жоғары қан қысымына, артерияның қатаюынан сақтануға тұтынатын маңызды элементтер. Қоғам дамыды, дастархан молайды. Жоғары қан қысымына шалдыққандарға тағам таңдау орайы туылды. Тағамды қорегіне қарай жеу деген сөз таралып жүр. Оған тағамды ғылыми жолмен жеу деген тіркесті қосып қоюға болатын сияқты. Қан қысымы барлар дастарханда жеміс пен көкөністі көбейтіп, өсімдік майын тұтынып, майлы тағамдарды азайтуы керек. Осылай істеген адамның қан қысымы төмендеп, ғұмыры ұзарады. Халықтың көп жасауы азық түлік құрылымының жақсаруымен, ғылыми тамақтанумен байланысты болып отыр. Қан қысымы жоғарылар көкөністі көп тұтыныңыздар. Көкөніс жоғары қан қысымы жоғарыдағыларға өте пайдалы. Құрамында витамин С және жеміс қышқылы мол болып,
организмдегі бас артық холестеринді айдап шығаратындықтан артерия қатаруынан сақтануға болады. Көкөніс құрамында натрий тұздары өте аз, калий көп болады. Натрийдің жоғары қан қысымының туылуында белгілі рөл атқаратынын бәріміз білеміз. Ал калий керісінше қан қысымын төмендетуде белгілі рөл атқарады. Сондықтан көкөністі көп тұтынғанда біріншіден натрий тұздарының салыстырмасын төмендетіп, калий тұздарының салыстырмасын жоғарылату арқылы қан қысымын төмендетуге болса, екіншіден онда май мен қант өте аз болғандықтан қанша жесе де семірмейді. Сонымен бірге көкөніс құрамында талшық нәрі көп болғандықтан ішектің жиырылуы күшейіп, артық майды денеден шығарып, арықтауға мүмкіндік тудырады. Көкөністің түрі өте көп болғанымен, оның бәрі де жоғары қан қысымды төмендетуге тиімді бола бермейді. Тәтті картоп, асқабақ сияқты құрамында крахмал мен қант құрамы біршама жоғарыларын көп тұтынуға болмайды. Бұл ауруға ем болатын көкөністер қызанақ, балдыркөк, көжекөк, теңіз капустасы, тағы басқалар. Жеміс жоғары қан қысымы ауру барларға ерекше пайдалы. Жемістің құрамында витаминдер және калий, магний, темір, кальций сияқты минералды заттар көп болады. Жеміс пен көкөністің парқы шамалы болғанымен, өзіндік ерекшеліктері бар. Жемістегі витамин Р біршама жоғары болып, қандағы холестерин мөлшерін төмендетеді. Қан тамыр бүйірінің ауруға қарсылық қуатын арттырады. Миға қан құйылудан сақтануда өзіндік рөлі бар. Дәрумені қартайтпайтын деп аталады. Ол қан тамырының қызметін күшейтіп, қанды ұйытпайды. Организмнің оттегіне болған қажеттілік мөлшерін төмендетеді. Жүрек тәж артерияның қатаюынан болған жүрек ауру мен жоғары қан қысымы қабат келген науқастарға пайдалы. Магний жоғары қан қысымын алдын ала сақтануға көмектеседі. Клиникада күкірт қышқылды магний арқылы қан қысымын төмендетеді. Темір қан жасаудағы басты құрам. Кальций нерв бұлшық етке маңызды әсер етеді. Жоғары қан қысымына шипалы жемістер өте көп. Мысалы, қарбыз, лимон, апельсин, долана, алма, түкті шабдал, манго, жүзім, тағы басқалар. Қан қысымы және ас тұзы. Ағзада тұз көбейгенде қан қысымы жоғарылап, азайса қан қысымы төмендейді. Тұзды көп тұтынатындардың жоғары қан қысымына шалдығу шамасы біршама жоғары болады. Десе де, тұзды көп тұтынатындардың барлығы жоғары қан қысымына шалдығады деуге болмайды. Шамамен 20% адам тұзға сезімтал келеді. Осы адамдар тұзды көбірек тұтынса, қан қысымына шалдығады. Егер бұрыннан қан қысымы жоғары болса, тіпті жоғарылайды. Медицина тұзға сезімтал адамды анықтай алмайды. Сондықтан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы күндік тұз мөлшерін 5 граммнан асырмауды ұсынып отыр. Тұзды шектеу тұзды азайтып жіберуден дерек бермейді. Тым тежеп жіберсе кері әсері болады. Кенет жедел шектеп жіберсе, дене сұйықтығының мөлшері төмендеп, ренин, гипертензин жүйесінің реактивтігі артып, кей науқастардың қан қысымын одан әрі жоғарылатып жібереді. Қалыптан тыс тұзды шектеп жіберсе, зат алмасуға пайдасыз болып, жүректің соғуы төмендейді. Діңкесі құру, бас айналу, тіпті естен тану сияқты белгілері байқалады. Жоғары қан қысымына шалдыққандар тұзды тарта жесе болады. Жоғары қан қысымына шалдыққандар майды аз қолдануы қажет. Май адам организміне қажетті 5 ірі қоректік заттың бірі. Әдеттегі жағдайда жоғары қан қысымына шалдыққан адамдар құрамында холестерин жоғары болатын малдың майын және оның дайын өнімдерін тежегені жөн. Зерттеуге қарағанда холестерин мол тағамдар мен артерияның қатаюы тығыз байланысты болады екен. Сондықтан майға әуес болмаған жөн. Ал өсімдік майында мұндай нашар әсер болмайды. Оның басты құрамы қанықпаған май қышқылы болғандықтан, ол организмде бірқатар өзгерістер арқылы сіңіріліп пайдаланылады да, қан тамырды кеңейтеді, қан қысымын төмендетеді, қан ұюының қалыптасуын тежейді. Өсімдік майында қанықпаған май қышқылы
ферменттің активтігін төмендетіп, денедегі майдың синтезделуін азайтып, дене салмағында жеңілдетіп, семіздік сипаттағы жоғары қан қысымын төмендетеді. Сонымен қатар қан қысымын төмендететін дәрілердің рөлін атқарады. Бұл жерде бір ескеретін нәрсе, мынау дереккөз бұрын жазылған нәрсе ғой. Бұл жерде айтылып отырған өсімдік майы ол баяғы біздің бала кезімізде айтылатын, біз жақта дағаланбаған дейді. Былайша қазіргі тілмен айтқанда рафинатталмаған. Ал дәл қазіргі сатылымда рафинатталған майлар. Бұл жерде әңгіме рафинатталған май туралы болып тұрған жоқ. Бұл жердегі әңгіме рафинатталмаған өсімдік май туралы болып тұр. Соны ескеріңіздер. Дәл қазір сатылымда рафинатталмаған өсімдік майы жоқ. Оны іздесеңіз де таппайсыз. Өкінішке орай қазір өзі сондай болып тұр. Май адам организмін сапалы қуатпен қамдайды. Мұның ішінде холестерин мүлде зиянды нәрсе емес. Қайта ол организмдегі маңызды әрі кем болса болмайтын құрамдас бөліктердің бірі. Организм халықты физиологиялық қимылын сақтаудағы маңызды зат. Бірақ оның мөлшерін арттырып жүру керек. Сондықтан жоғары қан қысымды жеңілдеу, 40 жастан төмен, тым етті жеңді болмағандар, қандағы холестерин мөлшері қалыпты болса, майды шектемеген жөн. Қала берсе, мал майында көптеген қанықпаған май қышқылдарын қамтыған майлар қан тамырды жұмсартатын тамаша дәрі болып саналады. Сіздерге пайдалы ақпарат бердік деген ойдамыз. Егер де адыраспанның қандай емдік қасиеттері бар екенін білгіңіз келсе, дәл қазір міндетті түрде келесі видеоға өтіңіз.